Бүгін өте оңай жасалынатын айсти сусынын дайындаймыз. Жарты лимонымызды турап аламыз. Бір апельсинімізді тураймыз. Алдын ала барлығын жуып тазалап аламыз. Видеодағындай көрсетілгендей қылып турап шығамыз. Ыдысымызға салып, алмамызды тураймыз. 2 алма қосамыз, ортасын алып тастап, видеодағындай қылып турап шығамыз. Айсти сусын 1-7-де холодильникте сақтауға болады. Алма қосқанда өте ерекше дәм береді, сондықтан алманы міндетті түрде қосыңыздар. 6 литр суымызды пештің үстіне қойып қайнатамыз. Оның үстіне каркадемізді салып, бір қайнатып аламыз. Үстіне қантымыз салып, тағы да қантымыз ергенше қайнатамыз. Каркадемізді сүзіп алып тастаймыз. Оның үстіне жемістерімізді саламыз. Мята жапырағын салып, барлығын қайнатып аламыз. Сусынымызды салқындатып алып, ішеміз. Салқын болған кезде өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Рахмет.